Кейде өмірде сондай оқиғалар болады, естісең ертегі сияқты, бірақ өкінішке қарай бұл шындық. Бұл оқиға махаббат, қызғаныш және адам нәпсінің қандай ауыр қылмысқа апаратынын көрсетеді. Бұл бір отбасының ішіндегі трагедия. Екі туған әпке, бір күйеу, бір құпия және бір адам өлімі. Барлығы сырт көзге қарағанда өте тыныш, қарапайым өмір сүріп жатқан бір отбасыдан басталады. Үлкен әпкесі тұрмысқа шыққан, күйеуі бар, шағын ғана бақытты отбасы еді. Ал сіңілісі сол үйге жиі келіп тұратын. Ол әпкесіне көмектесетін, үй шаруасына араласатын, жездесіне де сыйластықпен қарайтын. Бәрі дұрыс сияқты көрінетін, бірақ ешкім білмейтін бір шындық бар еді. Сіңілісі өз жездесіне іштей ғашық болып қалған болатын. Алғашында ол бұл сезімді өзіне де мойындағысы келмеді. Бұл күнә, бұл дұрыс емес, бұл болмайтын махаббат, деп өзін қанша тоқтатса да жүрекке әмір жүрмейді екен. Ол жездесін көрген сайын, жүрегі оны жай ғана балдызы ретінде көретін, сыйлайтын, құрметтейтін, бірақ одан артық ештеңе жоқ еді. Бұл сіңілісінің ішіндегі сезімді одан сайын ушықтырды. Уақыт өте келе қызғаныш оның ішін жей бастады. Әпкесіне қараған сайын неге ол, неге мен емес деген ой мазалайтын болды. Ол әпкесінің күлкісін көрген сайын іштей ашуланатын, ал жездесімен сөйлескен сәттерді аңсайтын. Бірақ бұл махаббат емес еді, бұл ауруға айналған сезім болатын. Күндердің күнінде әпкесі ауырып қалады. Алғашында жай бас ауруы, әлсіздік сияқты көрінді. Үйдегілер дәрігерге апарып ем бастайды. Бірақ қыздың жағдайы күннен күнге нашарлай берді. Сіңілісі сол кезде ерекше қамқор болып көрінді. Ол әпкесінің қасында көп жүретін, дәрілерін уақытында беретін, тамағын әкеліп, суын ішкізетін. Үйдегілер оны жанашыр деп ойлады. Тіпті жездесі де оған ризашылықпен қарай бастады. Ал шын мәнінде сол дәрілердің ішінде у бар еді. Алғашында өте аз мөлшерде, адамды бірден өлтірмейтін, бірақ денесін әлсірететін, ағзасын баяу улайтын. Әпкесі неге күн сайын өзін нашар сезініп жатқанын түсінбейтін. Дәрігерлер де нақты диагноз қоя алмай әлек болды. Ал сіңілісі болса әр күн сайын өз жоспарын сабырмен жүзеге асырып жатты. Ол түнде ұйықтай алмайтын, ар-ұжданы мазалайтын, бірақ сол сәттерде ол жездесінің бейнесін елестететін. Егер ол жалғыз қалса, менімен болады, егер әпкем болмаса, менің жолым ашылады деген ойлар оның санасын улады. Осылайша күн сайын у беріліп отырды. Әпкесі күннен күнге әлсіреп, төсекке таңылып қалды. Бір күні жездесі жұмысқа кеткенде, сіңілісі тағы да дәрісін берді, бірақ бұл жолы мөлшерден артық қосқан еді. Түнде әпкесінің жағдайы күрт нашарлады, тынысы тарылып, жүрегі ауырып, есінен танып қалды. Жездесі жедел жәрдем шақырды, дәрігерлер келгенше барынша көмектесуге тырысты, бірақ кеш болды. Әпкесі сол түні көз жұмды. Үй ішін қайғы басты. Жездесі үшін бұл өміріндегі ең ауыр соққы болды. Ол сүйген әйелінен, балаларының анасынан айырылды. Ал сіңілісі жылап, еңіреп, өзін ең жақын адамынан айырғандай кейіп танытты. Ешкім оның көз жасына күмән келтірмеді. Жерлеу рәсімінен кейін де ол сол үйде қалды. Жалғыз қалмасын деп туыстары өтінген. Ол балаларға қарайласып, үй шаруасын істеп, жездесіне тірек болуға тырысты. Ал жездесі ол жалғыздықтан қажыды. Әйелінен айырылғаннан кейін өмір мәнін жоғалтқандай күй кешті. Күн сайын балаларын көріп, анасы тірі болғанда ғой деп іштей күйзелетін. Сол кезде сіңілісі оның жанынан табылды. Алғашында ол тек жұбатты, сөзбен, іспен, қамқорлықпен, бірте-бірте олардың арасы жақындай түсті. Жездесі оның бар екенін, оның көмегін, оның жылуын сезіне бастады. Уақыт өте келе ол, сен болмаса мен бұл күйден шыға алмас едім, дейтін болды. Ал сіңілісі ішінен мақсатыма жеттім, деп ойлады. Бір жылдан кейін олар үйленді.
Бұл жаңалықты естігенде кейбір туыстар таң қалды, кейбірі қарсы болды, бұл дұрыс емес дегендер де болды. Бірақ жездесі балаларым анасыз қалды, оларға таныс, сенімді адам керек деп шешімін қорғады. Ал сіңілісі сырттай сабырлы, бақытты әйел кейпін танытты. Бірақ ол ойлаған өмір бұл емес еді. Үйленгеннен кейін бәрі өзгерді. Жездесі бұрынғыдай мейірімді, сабырлы адам емес болып көріне бастады. Ол жұмысынан шаршап, кейде үндемей, тұйықталып қалатын. Балалары да жаңа анасына бірден үйрене алмады. Олар кейде біз анамызды сағынамыз деп жылайтын. Бұл сөздер сіңілісінің жүрегіне пышақтай қадалатын. Ол сол сәттерде өз ісінің салдарын сезіне бастады. Түнде ол жалғыз қалғанда марқұм әпкесінің бейнесі көз алдына келетін. Оның күлкісі, дауысы, неге деген сұрағы құлағынан кетпейтін. Ал жездесімен қарым-қатынасы да суый түсті. Бір күні ол өзіне күтпеген сұрақ қойды. Мен бұның бәрін не үшін істедім? Өйткені ол армандаған махаббатты таппады. Ол тек күйеуі бар әйелден күйеуін тартып алды. Бірақ сол ер адам бұрынғыдай емес еді. Ол қайғыдан сынған, ішкі жарасы жазылмаған, бақытсыз жанға айналған болатын. Ал сіңілісі сол бақытсыздықтың себебі өзі екенін іштей түсінетін. Уақыт өте келе олардың арасында ұрыс-керіс көбейді. Ұсақ-түйекке бола дауласып, бір-біріне ауыр сөздер айтатын болды. Жездесі кейде ашумен «Сен бұрынғыдай емессің» дейтін. Ал ол іштей «Сен де мен ойлағандай емес екенсің» деп жауап қататын. Бірнеше жыл өткен соң олар ажырасып кетті. Бұл сырт көзге қарағанда жай ғана сәтсіз неке сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ бұл адамның өз нәпсісіне еріп, бір отбасын құртып, ақырында өзі де бақыт таппағанның ащы сабағы еді. Сіңілісі сол кезде бәрінен айырылғанын түсінді. Ол әпкесінен айырылды өз қолымен. Ол күйеуден айырылды өз арманымен бірге. Ол ең бастысы өз ар-ұжданынан айырылды. Ал жездесі ше, ол 2 рет отбасынан айырылды. Біріншісі өлім арқылы, екіншісі сатқындық арқылы. Бұл оқиға бізге бір нәрсені еске салады. Адам кейде махаббат деп ойлаған нәрсе шын мәнінде қызғаныш, құмарлық немесе өзімшілдік болуы мүмкін. Ал сол сезімдерге ерген адам тек өзгені ғана емес, өзін де құртады. Бұл жүрекке емес, ар-ұжданға құлақ асу керек екенін көрсететін ауыр сабақ. Өйткені осындай арам жолмен келген ешбір бақыт ұзаққа бармайды. Бұл оқиға соның дәлелі. Мінеки құрметті тыңдармандарым, бұл біздің өмірімізде, осы елімізде болған оқиғалардың бірі, өмірде болған, шынайы болған оқиғаның бірі. Мінеки бұндай шынайы оқиғаларды естіп кездестіргенде бұндай жандарға қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Өз ойыңызды жазып, пікір қалдыра кетіңіз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта да өмірімізге қажетті сан түрлі оқиғалармен бөлісетін боламын. Осындай түрлі өмірлік тағдырлардың оқиғаларының астына жазған сіздің пікіріңіз біреудің тағдырына әсер етуі мүмкін. Сан алуан сезімге берілмей, ең алдымен адамдық қасиетті сақтай білейік. Өмірлік шынайы оқиғаларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп алайық.